Алды жақсы көрем, Алла үшін жақсы көрем. Жоным. Балапан. Таяқпен ойна, көзіңді ашып, ары бері жүр, бар серікке. Ona dünyanın oyuncakları gel mi? Ne oyuncakları mı? Hayırlı gün. Niyahtada oğlan ki. Vay sizler. Bugün men Instagram'a da, осы Instagram'дағы эфирді YouTube'ға да салам деп шештім. Аллаға шүкір, күннен күнге YouTube'да да оқырманым көбейіп, әнімін дегенше 3000-ға жетіп қапты. Ойбай 3000-нан асып жатыр екен. Осы YouTube каналды жүргізіп бастаған кезімде қалай жүргізем, не істейм деп бар профессиональный видеолар түсіріп, ол видеолар өтпей, қалай болады, не болады деп бір рет тастап, екі рет тастап. Сонымен қазір уже YouTube'ға деген махаббатым ашылып, сонымен күнделікті тұрақты жүргізіп жүрмін. Инстаграмдағы парақшам Айдана Ыбырай деп кірсеңіздер, көретін боласыздар. Ғани, бір минутқа кеш. Сіздермен құрт істеп отырып, эфир жасап тастайын. Маған ше, қасыға кеп бір тау қасық. Даусым шығып тұр ма? Қазір мен кеше ғана деген тақырыпта бір қызық бір дүниемен бөліскім келіп отыр да. YouTube'тан бастадым ғой әңгімені. Мысал үшін кеше ғана деп айтсам болады да. Кеше ғана мен былай отырдым да. Мынау қалай мен монетизацияға өтем, мынау 1000 оқырманға жеткенше қанша нервім кетеді, қанша күшім кетеді, қанша энергиям кетеді деп ойладым. Кеше ғана. Дәл прям кеше ғана ойладым да. И қазір қарасам уже 3000 асып қалған да оқырманым. И қараңыздар, бұл жерде нені айтқым келіп жатыр. Мысал үшін көп адамдар бір істі бастаған кезде прям асығысады да. Неге болмай жатыр, неге деп жанталасады, асығады. И сөйтіп болмай жатса сағысын атты тастап кетеді. Менің бұрын да бір YouTube каналым болған екен. Басқа бір телефонды, қай телефонда алғанымды, ашқанымды білмеймін оны. И сөйтіп мынау 1000 оқырманға жетпей жатқан кезде, монетизациядан өтпей жатқан кезде, ана YouTube каналымды тауып алып қарасам, ол жерде 3500 оқырманым бар. Бүкіл талапта, YouTube'дың монетизация талаптарына сай болып тұр да. Бірақ паролін білмеймін да. Мен ол каналды ашқамда, бірақ вообще оны тұрақты түрде жүргізбегем. Просто бір-екі видео салып қойғам, сонымен ол көтеріліп кеткен да. Ал мен маған энергия жұмсап, YouTube каналымды дамытайын деп кірісіп, оған профессиональный видеолар түсіріп, сөйтіп әуре болып жатсам, оқырман көбеймейді, просмотр жиналмайды. Сонымен қойшы деп тастап кетем. И кейін уже мен түсіндім, не қандай амал қолдану керек екен. И сол амалды қолданған кезде, Аллаға шүкір, өзімен өзі оқырман да көбейіп жатыр. Жақсы тілек, лебіз білдіретін саналы, сауатты адамдар қосылып жатыр да. Не үшін мен сабақтың тақырыбын кеше ғана деп қойдым? Сабақтың эфирдің тақырыбын. Бұл енді сабақ сіздерге бір ақыл айтып жатыр деп ойламаңыздар. Мен просто өзімнің ойыммен бөліскім келіп отыр да. Мысалға, кеше ғана мен, прям кеше деп айтпай қойды, кеше ғана мен мысалға, өткенді кеше деп айтады ғой. Күні кеше балауса қыз едің бір күнде, бой жетіп кетіпсің бірден. Кеше ғана балауса қыз едің, бүгінде бой жетіп кеттің деген әңгіме бар, өлең бар. Сол сияқты мысалға кеше ғана мен саяхаттауды армандадым. Саяхатқа шыққым келді, қыдырғым келді. И қазір қарасам, сол кездері орындалмастай болған, қашан саяхатқа шығам, елдің бәрі саяхатқа шығып жатыр, неге мен шықпаймын деп сөйтіп жүрген едім да кеше ғана. Қазір қарасам, бірнеше мемлекеттерде саяхатты тастағанда дәл осы күйімде. Сонда қараңыздар, мысалға біреудің баласы тез өседі дейді. Біреудің баласы тез өседі.
сонда қараңыздар, қалай ол біреудің баласы тез өседі, неге біздің балдарымыз өспейді деген сұрақ туады ғой. Немесе біреулер қарасаңыздар, маған көбінде айтады, кеше ғана сіз көз алдымызда өстіңіз, кеше ғана 2 баламен отырған едіңіз, қазір 5 балаңыз бар, кеше ғана сіз 1 жылдан бері тамашалап келіп жатырмыз, сізде қандай өзгерістер, күшті өзгерістер болып жатыр, кеше ғана сізде ештеңе жоқ еді, қазір Аллаға шүкір саяхаттап жүрсіз, бірдеңе деп жазады да маған, кеше ғана деп. Қарап отырсаңыздар, ол сізге кеше ғана болып көрініп тұр да, ал маған кеше ғана емес ол. Кеше ғана емес да. Адам процесте болғанда оған мысалға сіздерге менің өскенім, дамығаным көрініп тұрса, мен ол маған жеткіліксіз болып тағы деп ізденіс үстінде жүремін да үнемі. Мысалға біреудің баласы өсіп кетсе, сіз оны көрмейсіз ғой. Сіз оған фокусты бұрмайсыз да. Ол бала, если сіз ол көршіңіздің баласын, туысқаныңыздың баласын күнде, қалайсың, балаң өсті ма, бойы қанша сантиметр болды, салмағы қанша болды деп сіз оны қадағалайтын болсаңыз, ол бала да өспей қалады да. Мысалға сіздің балаларыңызға да біреу айтады да, кеше ғана кішкентай бала еді, молодец, аяғы түп-түзу болып, бұл да бір жігіт болды дейді да. Ол қарап отырсаң, оның аяғының түзуленуіне мен оны апармаған жерім жоқ. Қаншама еңбектендім, қайсы бір дәрігерден, қайсы бір ем-домнан шипа қонғанын білмеймін да. Маған көп адам жазады, анау 3-ші балам аяғы маймақ еді ғой. Сіздің ана балаңыз маймақ еді, қалай жаздыңыз, қалай емделіп кетті деп. Кеше ғана сол маймақ еді деп. Ал мен оны қандай жерлерге апармадым, именно қайсынан ем қонғанын мен білмеймін да. Бірақ сол как будто кеше да. Кеше да. Біреуге кеше ғана маймақ еді, қазір түп-түзу болып кетті. Ал шын мәнінде қаншама еңбек жатыр. Мысалға, маған да айтады ғой, кеше ғана сен сондай болып жүрген едің, қазір сенде Құдайға шүкір біраз нәрселер, өзгерістер бар деп. Ал шын мәнінде сізге оңай болып көрінгенмен, мысалға мен білмейсіз ғой, қаншалықты дәрежеде мен еңбектеніп жатқанымды, қаншалықты дәрежеде мен өзімді дамытып жатқанымды, ол маған кәдімгідей, маған кеше емес та, кәдімгі процестемін да. Ал сырт көзге ол, мынау күшті болып кетті. Айтуға оңай деген сөздің парқын, және де кеше деген сөзді екеуін ойлана отырып қалай деймін да. Кеше біз, буквально кеше, мысалға біз апамыз айтады да, сендер енді саяхаттай бермеңдер, үй салыңдар деп айтып жатыр ғой. Апа енді саламыз ғой, болмай жатыр, ойымызда бар, енді Құдай қаласа саламыз десек, сендер саяхаттауды қойсаңдар, сол ақшаға үй салуға болады, сендер қанша ақша құртып қойдыңдар дейді да, былай қарап тұрсаң. Енді ол кісінікі өте дұрыс, біздікі де дұрыс та. Мысалы үшін біз бұрындары осы саяхатты армандадық қой. Мен өзім қалай армандадым, даже Дубайға 3 рет попытка жасап бара алмай қалдым да. Қазір Аллаға шүкір біраз шетелдерді көрдім. Қарап өтсем, дәл қазіргі өмірім менің осыдан 2-3 жыл бұрынғы армандаған өмірім да. Армандаған өмірім. Ал менің бір оқырмандарым үшін оларға тез орындалып жатқан сияқты болып көрінуі мүмкін да. Мына Айдана машина алып жатыр, үй алып жатыр, саяхаттап жүр, күшті, күйеуі деген өзгеріп кеткен, өзі де өзгеріп жатыр деп сіздер ойлауларыңыз мүмкін да. Бірақ бізге олай емес та. Ол қаншама еңбек жатыр. Ол сырт көзге айтуға оңай. Енді бұл жерде не айтқым келіп тұр? Соны түсіндіргім келіп жатыр. Мысалға қараңыздар, дәл қазіргі таңда біз әрқайсымыз әртүрлі нәрсені армандап жатырмыз. Мысалға мен үйім болғанын қалап жатырмын, үлкен зәулім сарайым болғанын қалап жатырмын. Сіз мысалға кредиттеріңіздің жабылып, сізде бір машина мініп алғыңыз келеді, күшті жерге жұмысқа тұрып алғыңыз келеді. Қазір барлық адамның бір арманы бар да. Арманы бар. И қазір сіздің сол арманыңыз, Құдай қаласа, ол сіз оны сезінетін болсаңыз, ол обязательно орындалады. И Құдай қаласа, мысалға мен қазір саяхатты, дәл қазіргі сәттегі өмірім 2-3 жыл бұрынғы 2017-ден бастап кірістім ғой мен психологияға.
2017-2018-дегі менің қалаған арманымда, мысалға менің табысым, менің саяхаттап жүргенім, менің машина, менің карточка, менің даже мына қызымның өзі мен кезінде армандағам, и сол арманда тұрмын да. Енді қазіргі таңда мен дәл қазіргі армандап жатқан нәрселерім, Құдай қаласа, ол 1 жылда бола ма, ол 5 жылда бола ма, ол 3 жылда бола ма, ол Алланың қолында да. Енді бұл жерде не? Біз жаңағыдай фокусымызды бізге не керек екенін Алла тағалаға айтып, біз тірлігімізді істеп жүре берсек, ол обязательно келеді. Ал егер де біз жаңағы көршінің баласы, туысқанның баласы сияқты қалай өсіп кеткенін білмей, қалай бізге сол нәрсенің келгенін білмей қалуымыз үшін, біз просто Аллаға тапсырып, біздің главный ниетімізді, главный не керек соны тапсырып, ары қарай движениеде болуымыз керек та. Бірақ қашан бересің, қашан деп, ана көршінің баласын, туысқанның баласын бойын өлшеп, мына балаң өспей жатыр, қашан өсесің деп контроль жасасаң, оның баласы да өспей қойды ғой, сенің балаң сияқты. Мысалға, өзіңнің балаң өзіңе как будто өспей жатқан сияқты көрінеді да. Сырттан келген адам, мына балаң өсіп кетті ғой деп айтады. Бізге ол білінбейді. Сол сияқты да. Себебі ол бөтен адамға біздің назарымыз түсіп тұр ғой баламызға. Қашан өседі, қашан еңбектейді, қашан жүреді деп біз бұны уайымдай берген сайын бізге ол қиындыққа соғып кетеді да. Ал сырт көзден келген адам, мынау кеше ғана туылған еді, міне жүріп жатыр екен, машалла деп қоя салады да. Түсіндіре алдым ба? Не айтып кетті деп жатсыздар ма? Просто жаңа тірлік істеп жатқан кезде кеше ғана деп маған аян беріп жатыр да. Сосын осыны мен оқырмандармен бөлсеш, значит, біздің қазіргі таңдағы өміріміз кезінде армандаған дүниеміз болса, значит, дәл қазіргі армандарымыздың да ауылы алыс емес. Алыс емес деген сөз ғой. Сен де психолог болып кеткенсің ба дейді. Вообще, мен психологтың дипломын алдым. Қазір психосоматологтың да оқып алғам. Сөйтіп прям істеп жатқан жұмысым өзіме ұнап жатыр. Мен бұны біреуді үйрету үшін, біреуге бірдеңе дәлелдеу үшін емес, просто мен өзім үшін, өзімнің главный өзімді тәрбиелеу үшін и бала-шағама, өзімнен кейінгі жеті ұрпағыма әсер ететіндей бірдеңені қалдырып кету үшін оқыдым да. Мысалға, қазір менде YouTube каналда көбінде терапия сұрайды да, проработка бірдеңе, кәскелім. Ойбай. Ютубта көбірек сұрайды, WhatsAppқа шығып, маған терапия жасап беріңізші, проработка жасап беріңізші, блоктарын анықтап беріңізші деп. Если мен ақша маған маңызды болатын болса, мен бүкіл тірліктерім бәрін қойып, ақша табудың қамына прям сонымен айналысып кететін да. Менің ниетім, енді болашақта бола беретін шығар ол, бірақ дәл қазіргі таңда мен өзімді іздеу барысында ол ілімдердің барлығын бірінші өзім, чтобы өзімді тәрбиелеу үшін, кейін мына бала-шағама, айналамдағы адамдарға көмектесу үшін оқыдым да. Қарап отырсаң, ол диплом бар ғой. Қазір адамдардың барлығы бірінші дипломға қадалады. Дипломың бар ма? Бұрындар мен диплом алмай тұрған кезімде, осы психологтың, психосоматологтың дипломын алмай тұрған кезде, көп адам дипломың бар ма деген кезде мен давлением ойнайтын еді. И менде как будто сол дипломды алсам, менде бәрі күшті болып кететін сияқты. Мен жаңағы дипломым бар ма деген кезде мә деп бүйтіп табақты дипломды көрсем деп ойлайтынмын ғой. Енді қазір менде диплом бар ғой. Диплом бар кезде уже қызық та емес екен да. Бұрында адамда жоқ кезде әттең менде сол нәрсе болса ғой, мен үйтер едім дейді да. Ал сол нәрсені берген кезде уже ол нәрсе оған қызық емес болып қалады екен да. Ол өмірдің заңдылығы сондай. Мен үнемі айтамын ғой, шетелге шыққан кезде біздер адамдар көбіне саяхатқа шықпаған адамдар былай ойлайды да. Көп интерестен шығады ғой, саяхаттаңдар, ой өрістерің, саяхаттасаңдар байып кетесіңдер,
үйтесіңдер бүйтесіңдер дейді ғой. Адамдар сол ожиданиямен саяхаттайды да. Мен қазір саяхаттасам, соңғы ақшасына саяхатқа билет алады да. Мен саяхаттап келсем, мен уже байып кетем деп ойлап ожиданиямен барады. Ал шын мәнінде ол саяхат, шын мәнінде ол расход. Былай айтсаң бірінші расход. И сосын саған ешкім гарантия бермейді. Сен ақшаңды құртып, соңғы ақшаңды құртып саяхатқа барған кезде сен байитыңа ешкім гарантия бермейді. Мен оны бірінші сол Дубайға барып келген кезде көбісі айтады ғой, саяхаттасаң миыңда өзгеріс болады. Дубайға бірінші шетелім ғой, енді жүрмін ғой. И бәрін визуализациялап тастағам, и ана жерде жүрмін. Ешқандай әсер жоқ да менде, ешқандай сезім жоқ. Жүрмін да. Кәні байып кетесің деген, кәні миың өзгеріп кетеді, бір санаңда секіріс болады деген, кәні ешқандай да жоқ қой деп. Ау? Келе жүрсің құтысты. Кәні қайда деймін ғой. И сөйтсем, мен ожиданияны қатты беріп қойғам ғой. Шын мәнінде санада секіріс. Шын мәнінде менің осознанно түсінгенім соңғы Катарға, соңғы емес, осы Анталияның алдында Катар мемлекетіне барған кезде мен уже саналы түрде қарап, бұл мемлекет қалай дамыған, қалай байыған, қалай болған, уже басқаша ойлап, басқаша түсіне бастадым да. Білесіздер ме? Байлық, біз тек қана байлықты ақшалай көреді екенбіз да, ал шын мәнінде байлық ол материальный емес, көзге көрінбейді да. Адамның ой өрісі байиды, кругозоры кеңейді, сол жағынан айтады екен да, мен соны түсіндім. Ал көп адамдар, особенно бірінші рет саяхаттаған, екінші рет саяхаттаған, бүкіл соңғы ақшасын саяхатқа беріп қойды. Кән мен байығым деп жүреді. Енді соны айтайын деген, кеше ғана деген қалай деймін да, кеше ғана мысалға біз күйеуіміз екеуміз Дубайға қалай барамыз, барайық та саяхаттап, апамды қалай көндіреміз деп уайымдадық та, кеше ғана да. И қазір қарасақ, қанша мемлекетке саяхат тастағанбыз да. Бұлай ойланып қарасаң, қаншама еңбек деп. Бұлай ойлап қарасаң, ертегі сияқты да. Мысалға біздің дәл істеп отырғанымда, мен осынша мемлекетке барғам десем, көп адам сенбейді да. Хорошо, что фотомен бүйтіп дәлелдей аласың. Смысл оны дәлелдеуде емес қой. Просто андай өзің барып көрген екен, көзің жеткен екен, басқаша сезім да. Кеше ғана болып жатқан сияқты барлығы. Енді сол кешегі армандаған дүниелеріміз, даже мен қазір Таусамал ауылында отырмын ғой. Бұл да менің 11 жасқа дейінгі армандаған, қашан мен лагерге барам, неге мен Таусамалға бармаймын деп өкінген, армандаған арманымның нәтижесі, жемісі да. Вот енді осыдан кейін шығатын ой, қазір сіздердің ойларыңызда тұрған, сезініп, прям армандап тұрған нәрселеріңіз, ол өте жақында тұр да. Өте жақында тұр. Оған бір уақыт керек та. Біз ол қашан десек жетпейміз. Просто өзімізге не керек екенін Аллаға тапсырып, басқа тірліктерін істеп жүрген кезде өзі бір орайынан келеді екен да. Түсіндіре алдым ба? Папасы, газге шай қосасың ба, өтініш? Жоқ, ана апайлар келе жатыр екен да. Жоқ, қайнаса мына құртым істеп болғанша қайнап қалатын еді да. Біз күтпеуіміз керек та. Мысалға, жаңағы туысқаныңның баласы қашан өседі деп, оның бойын өлшеп, жасын өлшеп жүрсең, ол бала өспейді да. Мысалға, шеттен келген адам сенің балаң өсіп кетті ғой десе, ол сенің балаңнан сұрап отқан жоқ қой, сенің балаң не қылып жатыр деп, если ол сенің жаңа информацияны алып, күнделікті сенің балаңды қадағалайтын болса, сенің де балаң оған өспейтін болып көрінеді да. Неғып сенің балаң өспейді деп. Соны айтым да, кеше ғана, мен қазір ойланам да, кеше ғана келін болып түскен сияқты едім, қарап отырсам, мен 5 бала шағам бар, 12 жыл өтіп кетті, деп ше. Кеше ғана. Бірақ оның артында шынымен де қаншама еңбек жатыр да, ол адам байқамайды, білмейді. Мысалға менің лично жаңағы 3-ші балам аяғы маймақ болған кезде, мен білмеймін қаяқтан ем пайда қонғанын, мен апармаған жерім жоқ та. Адамдар айтады, үйсе ғана балам маймақ еді, қарап отырсам түп-түзу, қалай ол турланып кетті, кімге апардың дей салады да. А мен қанша адамға апардым да, мен оның барлығын наған апар дей алмаймын. Себебі ол біріншіден ақша,
екіншіден уақыт, мен именно қайсынан қонған білмеймін. Ол менің жаңағы әрекеттеніп ізденгеніме байланысты. Алла тағала әйтеуір бір нәрсені себепкер қылып ана баланың аяғын жазып жіберді. Мен оған мына ортопедке бар, аяғы жазылады десем, оған барған кезде оның аяғы жазылмауы мүмкін да. Себебі ол ана адамнан аждать етіп барып қалады да. И ол ожидание орындалмаған кезде ертең келіп маған ұрсады: сен маған осыны бердің ғой, мен оған пәлен ақшам кетті, кәдімгі түзелген деп андай не қылады. Кінәні маған артады да. Негізі күшті нәрсе айттым ше сіздерге. Өзімде андай бабочка в животе дейді ғой, денелерім тіркеліп сіздерге айтып отырып ше. Яғни дәл қазіргі біздің өміріміз кешегі армандаған өмір болатын болса, значит, дәл қазіргі біздің арманымызда Құдай қаласа өте жақында тұр деген сөз да. Біз ол қашан дей берсек, бекерге өзімізді қинап қоямыз да. Дауысым нормально, просто жай сөйлеп жатырмын. Алдағы уақытта жоспарыңыз қандай деді? Оны айту маңызды ма сізге? Не жұмысың бар деген сөзді де жаңа ойланып түсіндім да. Не жұмысың бар? Шынымен қарап отырсақ, адам біреудің өмірін сұраған кезде, адам біреудің өміріне араласқан кезде, значит, оның өмірі өзіне қызық емес та. Қызық емес болған екен де әркімнің тірлігіне, әркімнің өміріне араласады. Қазақта не жұмысың бар деп, былай бірдеңе деп біреуге бір кепеш болып жатқан кезде айтады ғой: сен не жұмысың бар дейді ғой. Қарап отырсаң ше, реально мысалға сіздердің менде не жұмыстарыңыз бар да, и менің де сіздердің не жұмысым бар. Себебі адам біреуді аңдып, біреуді не алатын болса, значит, оған өзінің өмірі қызық емес та. Бұл жерде сіздер ұрыс деп қабылдап қалуларыңыз мүмкін да. Бұл ұрыс емес. Ұрыс емес, наоборот, сіздер бір нәрсені түсініп қалуларыңыз керек та. Неге мен біреудің планын сұрап жатырмын, значит, менің өзімнің өмірім өзіме қызық емес па? В смысле мен сонда маған біреудің өмірі соншалықты қызықты болатынды, мен сонда менің фокусымның барлығын неге бөліп жүрмін деп адам ойланып қалу керек та. Бұл нәрседе бір нәрсе түсініп қалу керек та. Мен сіздерге ұрсып жатқан жоқпын. Мысалға, мақұл, мен сізге айтуым мүмкін: мен болашақта мынандай жоспарларым бар деп айтсам, сіз Айдана мынандай нәрсе жоспарлап жатыр екен, мен де онда мынандай нәрсе істейін деп, сіз менің көзіммен, менің көзқарасыммен өмір сүріп кетуіңіз мүмкін да. Мысалы үшін мен қазір мынау мұғалім болсам, ертең Құдай қаласа қызым өссе, сіздікі дұрыс, сіз ұрсып жатсыз, мен сіздің ұрсыңызды дұрыс қабылдап жатырмын, қараңыздар. Бірақ мен оны ұрыс деп қабылдап жатқан жоқпын. Наоборот, сіз осы жерде бір нәрсені түсініп қалу керек едіңіз да. Мысалы қараңыз, жарайды, сіздердікі дұрыс, сіздердікі дұрыс, менікі де дұрыс. Бұл жерде ешкімдікі дұрыс емес деген нәрсе жоқ. Қараңыз, мысалға мен ертең сізге айтсам, сіз менен сұрадыңыз: Құдай қаласа мына қызым жасына толып жатыр, мектепке жұмысқа шықсам деп жатырмын, үйтсем деп жатырмын, бүйтсем деп жатырмын деп айтсам, сізге не өзгереді? Бекерге сізге лишний информация, лишний ақпарат та. И сосын немесе бір бизнес ашайын деп жатырмын, бір күшті нәрсемен айналысып жатырмын десем, сіз былай ойлауыңыз мүмкін: Айдана, мен бұны сіздерге былай түсіндірсем болады. Мысалға, мен күйеуім құрылысшы да, құрылысшы, строитель ғой. И архитектор, строительдердің арасында бізде бір жолдас келіншек бар, бірге жұмыс істейді бәрі. Сол кезде біреуі архитектор болып жұмысқа кірді да. Сол кезде мен нефтем мұғаліммін ғой. Ананың до того сол кезде өзімде жұмысым болмағанда, әркімді аңдып жүргенмін ғой. И ана архитектор болғанына, күйеуінің қасында жұмыс істегенде мен қызығып, мен де архитектор болсам ғой деп армандағым да. Нефтему да, ана үш қайнаса сорпасы қосылмайды да, өзімде не болмағанда. Өзімнің өмірім сол кезде өзіме қызық емес болған. Әркімнің өміріне қарап жүргем да. Прикиньте, қазір мен сол арманыма күлкім келді, қуатым ба, бір түрлімін ғой деп ше. Сол сияқты да. И адамдар өзінің өмірін өз көзімен сүрген кезде басқа өзіне деген қызығушылық ашылады да. Түсіндіре алдым ба?
И сосын мынандай екен, адам өзі өміріне өзі жауапкершілікті алып, өз өмірін өзі сүретін болса, ол адамдарға да тәуелді болмайды екен да. Мысалы үшін қараңыздаршы, адам өзінің сүйіктісін тауып, өз-өзімен гармонияда істеп жатқан жұмысы ұнап жатса, ешкіммен шаруасы болмаса, прям өзіне керек нәрсе не керек екенін біледі, сол бойынша жүріп келе жатса, оған андай 1045 адамдармен араласып, сөйлесіп, андай өзіне тоқ, өзіне сенімді, өзі рухани өсіп кеткен адамдарға тәуелді болмайды екен да. Мысалға қазір мен мына жерде отырып алып, ойбай, ана кісіге жұмысың неге ұрысып берді ме? Хотя мен оған жақсы нәрсе айттым ғой. Неге ұрысып берді ме? Ол мені былай ойлап қалатын болды. Мына жерде отырған 50 адам мен жайлы басқаша ойлап қалатын болды деп мен солай ойлайтын болсам, значит, мен фокусымды бірінші шашыратып жатырмын. И өзіме не керек екенін білмеймін. И сосын әркімнің бір көңіліне жалтақтап, былайша айтқан кезде өзіме көңіл бөле алмай энергиямды жан-жаққа шашыратып жатырмын да. Енді адам, Алла тағала барлық адамға 24 сағатқа жететін энергия беріп тұрса, значит, мен сол энергиямды анау не ойлады, мынау не ойлады деп шашып жүрмін да. Сонымен бүгінгі эфирдің қазір үйге апайлар келіп қалады. Мына эфирді қорытындылайын, қорытынды болып қалды. Сонымен мынаны қараңыздар. Бүгінгі эфирдің қорытындысы мынау. Кеше ғана ойлаңыздаршы. Просто қазір әрқайсыңыз ойлаңыздаршы, мен кеше ғана қыз едім, қазір мына 2-3 баланың анасымын деп ойлаңыз. Қарап отырсаңыз, кеше ғана лента, артыңа қарасаң, лента прям кеше ғана. Мысалға менің есімде қаз қалпында қалай мен тұрмысқа шыққаным, қалай мен 5 баламды кеше ғана босанған сияқты сезімдердің барлығы менде тұр да, жазылып тұр. Кеше ғана мен қалай саяхаттаймын, қалай апамнан қалай сұранам, күйеуімді қалай көндірем деген уайымның барлығы артыма қарасам кеше ғана болған сияқты есімде сап тұр да, тізіліп. Ал енді қараңыз, қазір оның барлығы орындалған да. Оған дәлел ретінде мен суреттерді ашсам, инстаграмды ашсам, мына жаққа барғам, егер менің миым ауысып кетті, алжып қалды демесем, просто мен суреттермен дәлелдей аласың да. Ал енді қазіргі біздің қалап отқан дүниеміз, значит, кешегі біздің армандарымыз бәрі орындалса, дәл қазіргі біздің қалауларымыздың бәрі Құдай қаласа орындалады деген 100% сенім ғой. Дұрыс па? Ол бірінші инсайт. Екінші не айттым? Айтуға оңай. Енді сіздер айтасыздар, ой, саған айтуға оңай, сен блогерсің, сен күйеуің табыс тауып жатыр, анау-мынау деп айтасыздар да. Мен сол блогер болу үшін қанша еңбектендім, қаншама мен не деген жолдар жүрдім да. Ол сіздерге оңай айтуға да. Біз болмасақ сен өйтпес едің, біздің лайкымыздың арқасында, біздің бұл жерде сіз де күшті емессіз да, мен де күшті емеспін. Бұл жерде Алланың қалауы и адамның әрекеті. Адамның әрекетіне қарай Алла тағала береді екен да. Сол жаңағы эфирдің басындағы YouTube сияқты ғой. Мен мысалға YouTube ойладым, менде Инстаграмда осынша 1000 оқырманым бар. Мен спокойно YouTube'қа кірем да, 1000 подписчикті, 1000 оқырманды смело жинап алам деген ой болды да менде. И сөйтсем да наставниктер жолдап қойғам, YouTube каналыма қарайтын. И сөйтсем де өзіме уверенно болып кірген кезінде прикиньте, бір реклама жасаймын, 10 адам қосылады, 2 реклама жасаймын, 10 адам қосылады. 1000 подписчикке жетпейді да. Соншама Инстаграмда оқырманым бар. Қалай сонда деймін, мен өзіме алып алғам ғой, короче, мен бүйте салам деп. И қарап Алла тағала көрсетті. И мен ол Алла тағаланы көрсеткенде де қуанамын. Если маған сол кезде жаңағыдай фотосессия жасап, бүкіл адамдардың барлығын салып қойып, солай жасаған кезде, ол кезде де оқырман жиналса, Алла тағала уже біледі ғой маған не керек екенін да. Мысалға мен осылай эфир өткізгенімді дұрыс қалаған да. И сол үшін де мен жаңағыдай студияларға барып, ақша құртып, макияж құртып, айдана әуреленбесін деп, осы сөзіммен адамдарға өтімді етіп қойды да мысалға. И көп адамдар айтады, сен ананы қайталайсың, мынаны қайталайсың. Мысалға менің бұл Инстаграмда ең алғашқы ұстазым Құралай ханым.
Құралай ханымды мен мойындаймын ұстазым деп. Мен ол кісінің 100% іс-әрекетін қайталамасам да, өзімнің ой өрісім санам бойынша менің фильтрім оның айтып жатқан сөзінің қайсысын дұрыс деп санайды, қайсысын бұрыс деп санайды, сол фильтрден өткен нәрсені ғана мен бірінші өзіме өткізіп, өзім тәжірибемде қолданамын. И одан кейін барып ол нәрсе шынымен де жұмыс жасағанын көзім жеткен кезде мен оқырмандарыма айтып бастадым. Ол бір. Уже ол 100% Құралай ханымның сөзін қайталады деген сөз емес. Одан кейін Мақпал Қаратай. Мақпал Қаратайды мен квантовый скачогын оқыдым, қарадым, сабақтарын алдым, көрдім. Мен ол кісіні адам ретінде өте қатты қадірлеймін. Көп адамдар айтуы мүмкін, ой, Мақпал Қаратай анау, мынау, ол ажырасқан, анау, мынау. Дұрыс, ол оның тағдыры. Мен оның тағдырын, оның сөздерін 100% қайталаймын деген сөз емес. Әр адамның өзіне жауапкершілік алған адам, әр адам өзіне саналы түрде таңдайды. Мысалға, мен сіздерге 100 сөз айтсам, 100 сөздің барлығын сіздер қайталамайсыздар ғой. Сіздерге мысалға мына сөзім ұнайды, мына сөзім ұнамайды. И оны сіздер ойланасыздар, ойланып қортасыздар. И сосын өз өмірлеріңізде қолданасыздар. И эффект берген нәрсені, шынымен айдан орындалады екен деп жазасыздар. Вот сол сияқты Мақпал Қаратай. Мақпал Қаратайдан главный менің түсінгенім, менің психологияға деген көзімді, жолымды, өмірге деген көзқарасымды өзгерткен Құралай ханым болса, квантовый әлемнің мына өмірде ештеңені қиындатпай-ақ қол жеткізуге болатынын түсіндірген Мақпал Қаратай. Квантовый физиканы түсіндірген Мақпал Қаратай. 500 минут сабағымен. Мен оны мойындаймын. Психосоматикада менің мынау блогтармен жұмыс жасауым, жалпы квантовый физикаға да ұқсас осы ше, психосоматика. И психосоматикадан ұстазым менің Алмас Ақын. Және де Мақпал Тіленші деген мен 2 ай бойы сол қызбен проработка жасадым. Ұстазым деп айтсам, одан да жеке психологым деп айтсам бола ма, қалай айтсам болады енді. Мақпал Тіленші мен Алмас Ақын. Және де менің ұстазым бар, Жазира деген өзімнің құрбым. Ол кісі де адам деген мынандай да, сен қайталайсың деп. Адамның өміріне Алла тағала өзгерем дегенде адамдарды жібереді да. И сен сол адамдардан әйтеуір бір 100% қайталамасаң да, әйтеуір өзің түсініп қалған, сезіп қалған дүниелерді өзіңнің өміріңде қолданасың. И оның әсері болғанда біреуге бөлісесің да. Ол жерде ол 100 нәрсе айтса, 100 нәрсені істегенмен, ол сен 100 нәрсең орындалмауы мүмкін. Ол әр адам жеке тұлғалы, әр адамға әртүрлі әсер етеді да. Ол ешқандай гарантия жоқ, мен сіздерге 100 нәрсе айтсам, 100 нәрсенің барлығы орындалып кетеді деген. Ол сіздің смотря қалай жұмыс істеп жатсыз, қалай сұрап жатсыз, қалай әрекет етіп жатқаныңызға байланысты да. Так, мен ұстаздарым кім? Сосын примерно бәрін айттым ау деймін. Сосын ютубта Гүлнара Жохина деген әпшемді тыңдаймын. Ол кісі де мысалға кванттық физиканы Мақпал Қаратай жеткізсе, түсіндіріп маған не екенін, сондай нәрсе бар екенін түсіндірсе, маған Гүлнара Жохина соны өмірде тиімді пайдалануды түсіндірді да. И мен сіздерге соншама ұстаздардың барлығының білімін, өзімнің өмірімде әсер еткен дүниенің барлығын қорытып, плюс мен де ақымақ емеспін ғой, мысалға да. Алла тағала дарын берген, қабілет берген, сана сезім. Әр адам өз өмірінің жұлдызы да. Әр адам өз өмірінің қожайыны. Әр адамға ақпарат беріледі. Әр адамның миы әртүрлі жұмыс жасайды. И сол кісілердің айтып жүрген өзімнің өмірімде қолданған тәжірибемді, и плюс өзімнің Алла тағаладан беріп жатқан ой өрістерді қорыта отырып сіздерге айтамын да. И отырып алып, сен қайталайсың, анаусын, мынаусын деп отқан адамдар, олардікі де дұрыс шығар. Дұрыс емес деп. Себебі олармен таласып энергиямды құртқым келмейді. Қалай ойласа, олай ойлайсың. Бірақ мен сондай ұстаздарды берген Алла тағалаға шүкіршілік айтам. Және де мен ізденіс үстінде ұстазы жоқтың ұстанымы жоқ дейді. Ұстазы жоқтың ұстанымы жоқ дейді.
Алла қаласа мен одан да күшті кісілерден білім алуға ниеттімін. Главное, мен үздіксіз даму үстіндемін да, сәт сайын өзгеріс үстіндемін. И сіздерге де айтамын, анадан қайталадың ғой, мынадан қайталадың ғой деп бәле іздеген бәлеге жолығады. Сіздер маған бәле іздеп бәле торуларыңыз мүмкін, ответка менен болмаса да, сіздің маған жаққан күйіңіз, бәлеңіз менен бармаса да, сізге басқа адамдардан барады да. Мысалға, мен сіздерге үнемі айтамын ғой, біреуге жақсылық жасаған кезде, сіздер маған жақсылық жасаған кезде, жақсылықтың қарымын менен күтпеңіздер да. Алла тағала өзі басқа жақтардан жеткізеді. Біз адамдардың қателігі сол, отырып аламыз да, біреуге жақсылық жасаған кезде оны өмір бақи айтып отырамыз. Мен сені оқуға түскен кезде үткем, мен саған бүйткем деп жақсылығымызды өмір бақи сол адамның бетіне басып өтеміз да. Бетіне басқаннан кейін сол адамнан күтесің ғой. И сол адамның еще бүйтеміз ғой. Ол адамға сен жақсылық жасағаның басқа жақтан келетінін білмейміз ғой енді. Білетіндер де бар шығар. Бірақ сол адамға жақсылық жасаған екен, ол адам сенің аяғыңа жығылып, айналайын, сенің арғаң деген признанияны күтеміз ғой. Сен болмағанда мен өйтпес едім, сен сонда признанияны күтеміз да. Адам пенде деген қалай, Ал шын мәнінде оған сен себепші қылғанда, ол адамды өсіргенде, өндіргенде, и ол адамның дамып көтеріліп кеткеніне де, сенің де ізденіп өскеніңе де шын мәнінде бір Алла ғана ғой, себепші Алланың ғана қолынан келеді да. Ол адамды ешқашан көтермейді, просто себепші болуы мүмкін. И Алланың қалауы адамның әрекеті ғана да. Түсініп алдың ба? Солай. Ал енді бәле іздеген бәлеге жолығады. Сіз мысалға маған бәле жауыңыз мүмкін, бірақ мен оны қабылдамаймын, конечно. Сіз басқа жақтан өзіңізге тартып алуыңыз мүмкін да. Сол үшін қазіргі таңда мынау қаншама пайдалы нәрселер айтылды, айтуға оңай. Кеше ғана, одан кейін жұмысың болмасын дейінше, жұмысың болмасын. Біз оны ұрыс ретінде ғана қабылдап қалғанбыз ғой. Біз ұрысқан кезде өмір бет ұрсамыз ғой. Мен бұрында сөйтіп ұрсам, мындай. Жұмысым болмасын, мен өзім білемін деп ұрсамыз ғой. Вот шын мәнінде кімнің кімде жұмысы қанша да, адамға өзінің өмірі қызық емес болған кезде, ол біреудің өміріне араласады. И өзіңіз ойлаңызшы, мен не шаруам бар, осы жұлдыздарда не шаруам бар, әншілерде не шаруам бар, блогерде не шаруам бар, үкіметте не шаруам бар, билікте не шаруам бар деп ойлаңызшы өзіңіз. Мысалға көп адамдар жазып отырады қазір кімді, бір жігітті неғып отыр ғой, үйткен, бүйткен депші. Ол шын мәнінде анығын бір Алла біледі ғой. Мысалға да ұлың болып тұрып ұрыға күлме деген сөз бар. Ұлың болып тұрып ұрыға күлме деп. Бізде ұл өсіріп отырық, бізде қыз өсіріп отырық. Біздің, если біз дұрыс ойланатын болсақ, біз біреуді именно сондай адамдарды, ұрыларды, қарыларды, жаңағыдай сондай бір жамандық жасап кетті сотталып. Біздің оны талқылауға біздің правамыз демекші, біздің вообще неміз жоқ та. Себебі бізде ұл өсіріп отыр, қыз өсіріп, ешқандай никто не застрахован деген сөз бар ғой. Жамандық шақырғым келмейді, бірақтан адам өзі сақ болу керек та. Сақтансаң сақтаймын деген Құдай ше. Мысалға шын мәнінде қалай болған, не болған білмейсің да. Ұлың болып тұрып ұрыға күлме деген. Мен ол жамандықты шақырған емес, просто тілге абай болу керек та. Біреуді табаласаң, кеше ғана мен келін болып түскеннен, мен 12 жыл өтіп 5 баланың анасы болып отырмын да. Кеше ғана да. Вот ешкім білмейсің да сен. Кеше ғана балаң, сен ертең күні может сол жаңа күлген адамның тағдырын қайталап қалуы мүмкін да. Сол кезде сен не дейсің? Мен білмей қалдым, кешірші, мен кезінде соны жаман айыптап қалған едім деп бекерге кешірім сұрағаннан гөрі лучше оның алдын алып тәубаға келе салған дұрыс та. Аллахым, мен шын мәнінде білуші сенсің ғой. Мен байқамай біреуді айыптап күнә арқалап қойған сияқтымын. Кешірім өтінемін деп кешірім сұрап тәубаға келген әлдеқайда абзалырақ та. Келінің даже айтады ғой,
Біреудің келінін сөз қылма дейді да. Біреудің келінін сөз қылма дейді. Себеп өзің де келін аласың да. Өзің де келін аласың. Мына өмірде біреуге не қылсаң, сол ғана келеді. Біреу сен біреуді жамандап өсектедің ба, значит, сен де біреу басқа жақта өсектеп жатыр, болды, басқа ештеңе емес. Сен біреуді мақтап жатсың ба, біреу де сен басқа жақта мақтап жатыр. Бүгінгі инсайт кеше ғана айтуға оңай, жұмысың болмасын. Сіздің не шаруаңыз бар, ол қанша жылға сотталады. Енді бұл жерде айтуларыңыз мүмкін, не сонда қоғамда болып жатқан нәрсеге сен сонда бейжай қарап отыра бересің. Маған көбіне айтады, сен блогерсің ғой, жаңағы, айтпақшы да өткенде Атырауда, Оралда су тасқыны болды ғой. Сол кездері менің жолдасым сол жақта болды. Бас аяғынан бастап сол жақта болды да. Сөйтіп Анталияға кететін кезде келді. Сол кезде маған көп адам айтты, неге сен басқа блогерлер сияқты дейді, барып сбор ашпайсың, сол жаққа барып қызмет етпейсің ба, кәні сен блогер болғаның, үйтпейсің ба, бүйтпейсің ба деп отырып әңгіме айтып жатыр да. Ал шын мәнінде сіздер білмейсіздер ғой, менің жолдасым сол жақта қаншама қызмет етіп жатқанын да мен айтқан да жоқпын. Шындығын білуші бір Алла да. Сөйтіп жаңағы бір кісі айтады, таныстарымыз ғой, Айдана, сен бекер істедің ғой сол кезде дейді, ыбырай соқта жүрді дейді, сен сол кезде сбор ашып, андай халыққа жақсы көрініп қалуың керек еді дейді да маған. Халыққа жақсы көрініп қалуың керек. Не үшін деймін да? Как раз ғой бәрі сай болып тұр, күйеуің сол жақта жүр. Бір өзіңе плюс болатын еді, өзіңе бір абырой плюс репутация болатын еді ғой дейді да. Астафиралла, Құдай сақтасын деймін да. Шын мәнінде ол, мысалға, менің істеген нәрсем 10 адамға жақсы болып көрінгенмен, Алла тағала оны құптамай тұрса, не керегі бар оның 10 адамға жақсы көрінемін деп істегенімнің да. Шын мәнінде менің күйеуім сол жақта, біз тағымымызды қысып отырдық қой, мына аман есен су басты деген күннен кетті. Күнде уайымдаймыз. Мысалға, менің қайынәпкем бар, күйеуі военный болып істейді. Әлі келген жоқ. Сол су тасқыны басталғаннан әлі келген жоқ та, мысалға. Ол вообще міне блогер, мысалға. Ана момент пайдалану сияқты болып тұр да бұл жерде. Ол адамның, әрбір адамның ниетіне байланысты. Сол айтқан кезде күлкім еді, мен вообще ойыма да келмепті сол нәрсе ше. Сен де күшті болатын еді ғой, бүкіл блогерлер ашатқан кезде сен де ашатын едің, как раз күйеуің сол жақта жүр, жаңағыдай прямой трансляцияға шығады ғой, мынандай деп. Сөйтіп сен ұпай жинап қалатын едің ғой өзіңе дейді да, Нақтағы мен оқырмандарым жинаған ұпайымның не керегі бар? Шын мәнінде менің ниетім қаншалықты дәрежеде екен, Алла тағала оны мен айтпай-ақ аузымнан, ойымнан ақ біліп отырса да. Ол мына әлемде адамды алдау оңай ғой. Мына әлемде адамды алдау оңай, Алла тағаланы ешкім алдай алмайды. Түсіндіңіздер ме? Қайырлы берекелі эфир болсын, қайырлы берекелі күн болсын. Кеше ғана естеріңізде сақтаңыздар мына сөзді. Кеше ғана, просто ойлаңыздар. Кеше ғана мен кім едім, қазір кіммін деп ойлаңыздар. Кеше ғана айтуға оңай, сіздерге айтуға оңай, мысалға да жаңа кісіге айтуға оңай. Ал шын мәнінде артында қанша еңбек жатыр. Жұмысың болмасын деген сөз қараңыздаршы. Осы 3 сөзді ойлаңыздаршы бүгін сіздер. Қалайсың? Қиямай отырсың мен баны сақтап маған жіберген. Не істеген деп қой? Қалай жағдай? Келинка бери. Что там несется? Құртты. Отырыстарыңа барым ба? Жүрсің? Не деп барым? Не деп барам дегеніңіз? Гүлімде жоқ, не деп барым? Мектепте бір апай. Күшті ма? Иә. Қой, давайте. Эфир сақтап. Драма сияқты екен, иә? Иә. Жақсы, аман болыңыздар.